Фукойдан сразу сезе бастайды, анау бір зияндық нәрсе келіп жатыр деп. Ол алатта біздің клеткамыздың сыртını байлап тастайды. Анау вирус кірмейтін қыл, микроб кірмейтін қыл, паразит кірмейтін қыл. Потому что фукойданның ішінде адамға керек зат, жер анада, жаңа суымызда заттың бәрі олар бар. Ол заттар бәрі бізде бар. Кімде аз, кімде көп. Ол қайдан келеді? Біздің жеген ішкенімізден келеді. Өнеледі, қалай айтқанмен тоқатты бәрі біздің тамағымызбен байланысты нәрсе деген нәрсе. Ал фукойдан енді онкология клеткаға оны зерттеген, оны Америкада зерттеген, оны Кореяда зерттеген, оны Китайда зерттеген, оны, допустим, Японияда ең бірінші зерттеген, 50-ші жылдары. Қалай жұмыс істейді екен фукойдан деген зат? Мынау клетканы дегенде, фукойдан деген зат, мына клетканы елден онкологияға айналып кететін, ол ешқандай қажетке жарамайтын клеткалардың, ол бүгін жаралды, ол 50 жылдан кейін онкология болуы мүмкін, сап-сау адам кеше болғандай болып шыға келеді. Сол үшін фукойдан деген зат, ол өзінің системасы арқылы іздей бастайды. Қайда жаман клеткалар? Оны тез арада өлтіріп, шығарып, иммунитетті көтеріп, шығарып, тауырсалды мәселесін жасайды фукойдан. Ол біріншісі. Екінші фукойдан қалай жұмыс істейді онкологический клеткаға дегенде, негізі онкология клетка деген алдыңғы кездерінде қып-қызыл болып жарқырап тұратын клетка. Қып-қызыл, қан айналған. Шаталас, көзге қыңқалап не деді, тамырлары. Сондай болып тұрады онкология, я это видела. Я могу вам когда-нибудь показать эту картинку. Бұлай болып тұрады, бәрі. Ол не үшін? Ана клеткаға бәр жақтан қыл тамырлары өсіп, клеткаға керек тамақтарды алып бару, керек витамин алып бару, тәтті нәрселерді жақсы көреді. Онкологическая клетка, сол үшін мен онкология емдеген кезінде диетасын жазып бердім. Шаг налево расстрел, шаг направо расстрел деп. Потому что ол болмайды. Сол кезінде жаңа онкологический клеткаларды фукойдан деген зат, ана қыл тамырларды, анамын қан алып барып, өтеген алып барып, витамин алып барып, минерал алып баратын қан тамырларды байлап тастайды, қуратып. Это вторая его функция. Фукойдан работает как сигнальная система в организме. Ол тауып алады, қажетті зияндық нәрсе бар. Сол үшін біз күннен күнге ішіп жүрген сайын, ол өз жұмысын атқара береді, біз керек затымызды бере береміз деген мәселе. Ал екінші пептиды коллагена. Коллаген деген не? Кім біледі? Біздің терісіміз болбырап тұрмау үшін, морщинка болмау үшін, біздің кірпіктеріміз жақсы болу үшін, қол аяқтарымыз дұрыс істеу үшін, сіңірлеріміз тартылмау үшін, ішкі мүшелеріміз бір-бірімен мынандай болып тұру үшін, бұлжырап, почка вот тут, желудок вот тут деген выпадение желудка, выпадение прямой кишки деген заттар көтені түсіп кетті, көтені өнесі шегі сыртқа көп адамдардың маткалар түсіп кетеді, көп жаңағы неткен бабушкалардың, допустим, көп бала туғандардың. Не үшін? Сол коллаген деген зат жоқ, ол связка. Соединительная ткань біздің бәрімізді бір-бірімізге бүйтіп соединять етіп, біз бәріміз как будто бір адам болып тұрмыз. Ешқайсымыз көріп атқан жоқпыз. Кім-кіммен мынандай болып қарым-қатынасы тұр. Вот это соединительная ткань. Ол соединительная ткань өкпеде де бар, ол клапандарда бар, жүректің клапандарында бар, біздің қан тамырларымызда бар, біздің шашымызда бар, біздің аяғымызда бар, біздің буынымызда бар, біздің мынау сіңірлерімізде бар, позвоночнигімізде бәр жерде бар. Ол бір-біріне крик ұқсап, бір-бірімізге қосып, бір адам қылып шығарып тұрған нәрсе деген қарапайым қазақша айтқан кезінде. Сол үшін ол коллагенмен тұрады.
Жас кезінде коллаген тез арада не деді? Ол тамақ арқалыда түседі, коллаген деген зат. Неше түрлі шөп дәрілерден түседі. Ол еттен, майдан, сіңірден, холодистан деген заттар, балық заттарынан, морепродукт заттарынан іше бастаса, олар тезірек жаңа шығара бастады біздің организм. Ал енді коллаген деген азайған сайын кетіп баратырсың. Аяқ сіңір татылып кетті, үзіліп кетті, жұлыны үйтіп кетті, бүйтіп кетті деген мәселеге. Коллаген таусылды ма, оның ішінде қан айналуы таусылды ма, мынау сықыр-сықыр. Аяғыма бола ма каша? Іше бер, барады аяғыма. О каша аяқты лечение деп берген жоқ қой бізге. Сен өзің емдейсің ғой адамды, өзің денсаулығын емдейді ғой. Вот когда вот такие вопросы задают, мен қоян шығып кетеді. Неге? Это все нам надо. Ваш организм будет лечить. Ребята, это же не лечение. Вы что хотите профессорами, академиками быть? С кашей? Керек тағам. Етті неге жеу керек? Не үшін ет жейсіңдер, қазақтар? Қасқырсыңдар. Біздікі, может, не так, ана көшетада менің елімде күйеуімнің елі қасқыр. Қасқыр олар. Я говорю, боже мой, сонша ет жеп. Да вы что? Көтереді олар, әптен үйренген, бізге сол ет жасап. Біздің өзбектер жаңа неден Ташкенттен келетін. Біз енді, мен нағашы атам қыпшақ. Қазаққа шатысымыз бар біздің, мынамды көрсетемін дейтін адам ғой енді. Қыпшақтар сондай ғой, да? Военнослужащий. Половцы деп айтатын оларды. Сол үшін өзбектер неден келеді ғой, Ташкенттен келеді туысқандар. Өзінің әкесі, менің нағашы атамның әкесі Қыпшақта, шешесі өзбекке қатысы бар. Сол үшін общение баяғы совет кезінде келеді. Біз ояққа барсақ, атам боқтайды да жүреді. Боқтайды да жүреді. Сосын бірдеңені әкеледі, типтай ғана еті бар, шөп, шалам, бәрі бар, фруктасы бар, бәрі бар. Сосын ана палауының несін жеп болғасын, палау жегенде оның қолы мынандай батып тұру керек еді. 87-де қайтыс болды менің нағашы атам. Бұлай бүкірейген жоқ. Қалай болса солай кетті. Адамдар мынандай болу керек. Мынау не? Атқа арпа бергенде. Мынау палау ма деп тұратын. Сосын жаңа таға деп жүгіреді ғой, енді нелер, племянниклары. Көк шай берейін бе? Әй, сен мына деген палауға қандай көк шай? Гүлдеп тұрас қазанымыз деп айтатын. Потому что привычный, сол етке майға деген нәрсе привычный. Әр адамның өзінің дәстүрі бар, своя кухня деп айтамыз, да? Енді біздің бәрімізге біздің кухня, даже европейстарға нарушение жасамайтын кухня біздің. Они любят казахскую. Корейстер қандай біздің палаулар, нелеріміз, пішпарамағымызды пісіре алады, я? Допустим, қарының ішіне неше түрлі затты салып жаңағыдай ғой. Потому что наш народ к этому привык. Вот, это Фукуйдан туралы. Енді екінші пептиды коллагена деген, ол готовый молекулалар. Екі аминокислота қосылған ол коллагеннің стройкасына жәрдем береді. Біріншіден, помогатив, сен мынандай құралуың керек деген мәселені айтып тұрады. Сигнальный молекула. Сол кезінде жеген іштен тамақ құйылған, біздің клеткаларымыздың ішіне құйылған тамақ, пептиды коллагена деген прямой түрде ананың ішінде, и ананың ішінде, смотрите, на меня деген функция атқарады. Маған қарап қосылыңдар. Олар бәрі ағып жатыр ғой, арықта жатқанда. Қазір суды алғанда сендер көресіңдер ме? Минералы қайда, витамины қайда деген көрмейміз ғой. Соған ұқсап, сондай сигнализация беретін пептиды коллагена деген. Үшінші продукт деген, оның ішінде ванилин для вкуса. Аромата, приятно. Кто-то любит ванилин, кто-то не переваривает, әртүрлі адамдар бар. И төртінші стевия деген зат. Ол шөп медонос дейді. Оны мына арылардарға, бізге бал беретін арылар. Солардың жейтін шөбі. Сол шөп арқалы олар жаңағы мед вырабатывать етеді. Сол үшін, когда біз адамдарға айтамыз, сахарный диабет, саған мына өзіміздің қарапайым қантымызды жеуге болмайды, печенье, қант салған печенье болмайды, крахмал салған заттар жарамайды, күріш тамақ салған жарамайды, күрішіңді сен гречка жаса,
чечевица жаса, басқа жаса деген мәселені біз как врачи рекомендовать етеміз. Не үшін? Потому что стевияның ішіндегі жаңағы глюкозасы, это не та глюкоза. Ол глюкоза емес, қанның құрамын көтеретін глюкоза емес. Ол глюкоза адамзаттың нашар, мына ұйқы безінің жұмыс дұрыстап істететін нәрсе. Инсулинді шығаруға мүмкіншілік беретін нәрсе. Сахарный аурулардың сахары көбейіп кетпеу үшін сол стевия деген затты ішіп жеп тұратын болса, ол сахар заменитель деп айтатын нәрсе. Al енді қалай ішеміз? Прикиньте, пакет